Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз сіздермен географиялық номенклатура туралы айтатын боламыз. Жалпы географиялық номенклатура дегеніміз не? Географиялық нысандардың жиынтық атауын географиялық номенклатура деп айтамыз. Немесе Максаковскийдің айтуы бойынша географиялық атаулардың, нысандардың негізгі арнайы тілі ол географиялық номенклатура. Сонымен жалпы картада жұмыс істеудің үдерісінде үш негізгі міндет бар. Осы үш міндетті біз сіздермен қарастырып көрейік. Бірінші міндет ол картаны түсіну. Картаны түсіну дегеніміз не? Яғни бұл кезде біз картаның түрлерін ажырата аламыз. Екіншіден, шартты белгі арқылы оқи аламыз. Үшіншіден, біз ол картаны қолдана аламыз. Екіншіден, картаны оқу. Ал картаны оқу дегеніміз не? Яғни сол картадағы табиғат құбылыстарын ажырата аламыз. Және адамзаттың іс-әрекетін ажыратамыз. Немесе картадан адамзаттың іс-әрекетін оқи алатын боламыз. Үшіншіден, бұл картаны білу. Ал картаны білу дегеніміз не? Бұл біз қарастырып отырған нысанның жеке пішіні және өлшемін ажырата алу деген сөз. Міне балалар, яғни біз жалпы картамен жұмыс істеуде осы үш міндетті түрде есімізге сақтауымыз керек екен. Ол картаны түсіну, яғни біз карталарды шартты белгілер арқылы оқып қолдана алу. Екінші, картаны оқу, ол картада қандай табиғат құбылыстары бар және адамның іс-әрекетінен қалай өзгеріске ұшырағанын оқи аламыз екен. Үшіншіден, ол картаны білу, яғни нысанның жеке пішіні және оның өлшемі туралы қарастырамыз екен. Сонымен, жалпы географиялық нысанды картадан көрсету үшін біз бірнеше реттілікті есте сақтауымыз керек екен. Ол бірінші нысанның айтылуы, мысалы Тянь-Шань тауы. Екіншіден, оның жазылуын міндетті түрде еске сақтауымыз керек. Үшіншіден, ол басқа масштабтағы картада қалай қолданылады. Және оны біз кескін картаға түсіре білуіміз керек екен. Сондай-ақ, географиялық номенклатураны есте сақтау, ол нысанның шығу тегін білуде жақсы еске сақтайды. Мысалы, жаңағы аспанмен таласып тұрған аспан тау, немесе заңғар биік тау, Тянь-Шань тау екенін білсек болады. Немесе ыстық көл, ірі тектоникалық көл, ыстық көл екенін біз атына қарай ажырата аламыз. Немесе Евразия материгіндегі полюстің, солтүстік полюсте орналасқан Таймыр көлі, осындай шығу тегі арқылы біліп, біз географиялық номенклатураны тез жаттай аламыз екен. Және картада географиялық номенклатураны тапсырған кезде біз оларды топтастырып жаттауымыз керек. Мысалы, аралдар десек, Гренландия аралы, Жапония аралы, Исландия аралы, өзендер дейтін болсақ, Ніл өзені, Амазонка өзені, Ертіс өзені, солай бүкіл географиялық нысандарды біз топтастырып, жаттап, картадан қолданып көрсете аламыз екен. Сонымен, жалпы географиялық номенклатураны тапсырған кезде біз міндетті түрде жаңағы үш міндетті еске сақтауымыз керек. Ол картаны түсініп, оқып, білуіміз керек. Және кез келген нысанның атын дұрыс айтып, жазылуын дұрыс қарастыруымыз керек. Сонымен балалар, бүгін географиялық номенклатура
туралы сұрақтарыңыз болса, бейне жазбаның астына пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Мен сіздермен қоштасамын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.